соңғы күні группа бәрі кетіп қалған, біз объектті сдавать ету керекпіз. Барамыз, барамыз, көтерілеміз, и ана соңынан бастап бері қарай пожарный лестница жаққа қарай келе жатырмық та. Кабинетте ұмытқан заттар бар, қолдарымызға алып алғанбыз, есіктер жауып тексеріп па, өйстіп келе жатырмыз да, есікке уже пожарныйдан шығатын есік бар. Ол жабылмайтын никогда. Ну, былай ғой, жабылады, бірақ кілттенбейтін да. И сол жаққа қарай жақындап қалдық та, енді барайын десем, водитель тұр қолында затымен. Ол есік жабық қой дейді. Мен ойлағам, қуып жатырмын, прикол ұстап жатырмын дейді. Да ладно аға дедім да, бардым, есікті тартып қалсам, натуре жабық тұр. Жабық. Прикинь. Сосын кілт салам, кілтпен тартам, ашылмайды анау, кәдімгі құлттанып тұр есік. И кілт те істемейді анада. Сосын медсестраға бұрғанда, в смысле, сіз айттыңыз ғой кілт менде ғана. Мен түсінбей қалдым да, потому что моя ответственность бір нәрсе жоғалса, ол тұрады да, сенде ғана связка кілт, басқа ешкімде жоқ дейді. Водительге қараймын, водитель тұрады да, мен көрдім ғой, енді ғана бір мужик связка кілтпен келді да, жауып кетіп қалды.